Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 16-шы жаттығудың А тобына байланысты бірнеше мысалдар қарастырамыз. Олай болса, 16-та бірінші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің шарты мынандай. Топтау тәсілін қолданып, көп мүшені көбейгіштерге жіктеу қажетпіз. 16-та бірінші жаттығудың бірінші есебін қарастырамыз. Топтау тәсілін қолданып көбейгіштерге жіктеу үшін ең алдымен көп мүшенің мүшелерінің ортақ көбейгіші болатындай етіп, топтап қосылғыштарға топтап шығу қажетпіз. Және сосын әр топтан ортақ көбейгішті жақшаның сыртына шығаруымыз қажет. Олай болса, мұндағы бірінші x қосылған x, y-ті бірінші топ ретінде қарастырсақ, ал a қосылған a, y-ті екінші топ ретінде қарастырамыз. Әр топтан ортақ көбейгішті жақшаның сыртына шығарамыз деп айттым жаңа ғана. Бірінші топтан ортақ көбейгіш ретінде x-ті жақшаның сыртына шығарайық. Сол кезде жақшаның ішінде 1 қосылған y қалады. X-ің орнына 1 қалды, x, y-ің орнына y қалады. Көбейсек, бірінші топтағы мүшелеріміз шығады. Қосылған. Екінші топтан енді a-ны жақшаның сыртына шығарайық. Сол кезде a-ның орнында 1 қалады, а y-ің орнында y-іміз қалады. Мінекей осылайша әр топтың мүшелерінен ортақ көбейгішті жақшаның сыртына шығардық. Енді мұның алдындағы тақырыпқа ұқсас есептер, яғни бұл жерде ортақ көбейгішті тағы да жақшаның сыртына шығарамыз. Екі мүшеміздің де құрамында 1 қосылған y деген көбейгіштері бар. Сол себепті 1 қосылған y-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде бірінші мүшеміздің орнында x қалады, ал екінші мүшеміздің орнында a қалады. Мінекей осылайша біз берілген есептегі көп мүшені көбейгіштерге жіктеп жазып алдық. Ол үшін ең алдымен топтап алдық, сосын топталған мәндерден ортақ көбейгішті жақшаның сыртына шығардық, сосын тағы да ортақ көбейгішті жақшаның сыртына шығару арқылы көбейгіштерге жіктеп алдық. 16-та екінші жаттығуда тура осылай. Топтау тәсілін қолданып көп мүшені көбейгіштерге жіктеуіміз қажет. Бұл жерде ең алдымен бірінші топтап алайық. Бұл жерде топтау үшін 4a қосылған 4b деген екі өрнегімізді бірінші топ ретінде қарастырайық. Ал екінші топ ретінде минус ay минус by-ті қарастырамыз. Олай болса, 4a қосылған 4b-ның құрамынан 4-ті жақшаның сыртына ортақ көбейгіш ретінде шығарайық. 4a-ның орнында 4-ті жақшаның сыртына шығарсақ a қалады, ал плюс 4b-ның 4-ін жақшаның сыртына шығарып жібердік, бұл жерде плюс b қалады. Енді келесі тобымыз минус ay минус by-тің құрамынан минус y-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сол кезде минус ay-тің орнында a-ның өзі ғана қалады. Өйткені a-ны минус y-ға көбейсек, минус ay-тің өзі шығады. Ал минус by-тің орнында плюс b қалады. Өйткені плюс b-ны минус y-ға көбейтетін болсақ, минус by шығады. Енді бұл жерден a қосылған b-ны көріп отырсыздар, ортақ көбейгіш болып отыр. Сол себепті ортақ көбейгіш ретінде жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бірінші өрнегіміздің орнында 4 қалды, екінші өрнегіміздің орнында минус y қалды. Мінекей, осылайша біз 16-та екінші жаттығудың үшінші есебінде көбейгіштерге жіктеп жазып алдық. Ал енді келесі 16-та үшінші жаттығу. Бұл жерде де топтау тәсілін қолданып көбейгіштерге жіктеу қажетпіз. Бұл жерде көбейгіштерге жіктеген кезде екі тәсілді қолдануға болады. Қазір екеуімен де қарастырып көрейік. Ең алдымен 0,5 x-ті көбейтілген y-ті бірінші топ ретінде қарастырсақ, екінші топ ретінде 0,5 xk көбейтілген y-ны қарастырамыз. Бірінші топтан ең алдымен бірінші тәсілмен шығарып көрсетейік. Бірінші тәсілмен шығаратын болсақ, бұл жерде бірінші топтан ең алдымен t-ны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сол кезде 0,5 x-тің орнында 0,5 x қалады. Ал y-тің орнында плюс y қалады. Екінші мүшемізден k-ны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Яғни k-ны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, 0,5 xk-ның орнында 0,5 x қалады. Ал yk деп отырған өрнектің орнында y-іміз қалады. Мінекей көріп отырсыздар, бұл жерде ортақ көбейгіштері бірдей болып отыр. Сол себепті 0,5 x қосылған y-ті жақшаның сыртына ортақ көбейгіш ретінде шығара аламыз. Сол кезде екінші жақшамыздың ішінде бірінші өрнектің орнында t қалады, қосылған екінші өрнектің орнында k деген мүшеміз қалды.
Осылайша біз көбейгіштерге бірінші жолмен жіктеп алдық. Ал енді екінші жолын қарастырып көрейік. Екінші жолмен жіктеу үшін бұларды басқаша топтап қарайық. Яғни 0,5 x-ті және 0,5 xk-ны бірінші топ ретінде қарастырайық. Ал екінші топ ретінде y-ті және y-ны қарастырайық. Олай болса, бірінші тобымыздан, яғни 0,5 x-ті мен 0,5 xk-дан біз 0,5 x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сол кезде 0,5 x-тің орнында тек қана t қалады, ал 0,5 xk-ның орнында тек қана k деген өрнегіміз қалады. Ал енді келесі y-ті мен y-ның құрамында y ортақ көбейгіш ретінде жақшаның сыртына шығарылады. Сол кезде y-тің орнында t қалады, ал y k деп отырған өрнегіміздің орнында k қалады. Тең, мына жерде және де t қосылған k екеуіне де ортақ көбейгіш болып отыр. Демек, t қосылған k-ны жақшаның сыртына ортақ көбейгіш ретінде шығара аламыз. Сол кезде бірінші өрнегіміздің орнында 0,5 x қалды, ал екінші өрнегіміздің орнында y қалды. Мінекей осылайша біз берілген көп мүшені көбейгіштерге жіктеудің екі жолын қарастырдық. Екеуінде де бір жауап шықты. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы жолмен шығаруларыңызға болады. Ал енді 16-та 4-ші жаттығуда тура осылай көбейгіштерге жіктеу қажетпіз. Бұл үшін ең алдымен топ ретінде қарастыратын болсақ, мына бір өрнегімізді бірінші топ ретінде қарастырайық, ал 10a қосылған 15b дегенде екінші топ ретінде қарастырамыз. Олай болса, бірінші топтың құрамынан x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сол кезде 2ax-тің орнында 2a қалады, ал 3bx-тің орнында 3b-ның өзі қалады. Қосылған екінші топтың құрамынан 5-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік, ортақ көбейгіш ретінде. 10a-ның орнында сол кезде 2a қалады. Өйткені 2a-ны 5-ке көбейтсек, 10a қайтып шығады. Ал 15b-ның орнында 3b қалады. Тең болады. Мінекей бұл жерде енді ортақ көбейгіштеріміз бар. Екі мүшеге де 2a плюс 3b деген өрнек көбейтіліп тұр. Сол себепті 2a плюс 3b-ны жақшаның сыртына ортақ көбейгіш ретінде шығара аламыз. Енді екінші жақшаның ішінде бірінші өрнекте x қалды, ал екінші өрнектің ішінде плюс 5-іміз бар. Мінекей осылайша бұл жерде де көбейгіштерге жіктеп жазып алдық. 16-та 5-ші жаттығу. Бұл жерде де топтау тәсілін қолданып көбейгіштерге жіктеу қажетпіз. Олай болса, ең алдымен топтап алайық. 0,6b және 1,2b y-ті бір топ ретінде қарастырамыз. Ал минус 3,5x пен минус 7x y-ті екінші топ ретінде қарастырайық. Бұл жерде ең алдымен бірінші топтағы, яғни 0,6b және 1,2b y-тің құрамынан 0,6b-ны жақшаның сыртына ортақ көбейгіш ретінде шығара аламыз. Сол кезде 0,6b-ның орнында 1 ғана қалады, өйткені 1-ге көбейтсек бастапқы өрнегіміз шығады. Ал 1,2b y-тің құрамында 2y қалады. 2y-ті 0,6b-ға көбейтетін болсақ, онда 1,2b y болады. Келесі тобымыз минус 3,5x және минус 7x y-тің құрамынан минус 3,5x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады. Сол кезде минус 3,5x-тің орнында 1 қалады. Өйткені 1-ді минус 3,5x-ға көбейтсек, минус 3,5x-тің өзі қайтып шығады. Ал минус 7x y-тің орнында плюс 2y қалады. Өйткені плюс 2y-ті минус 3,5x-ға көбейтсек, минус 7xy қайтып шығады. Бұл жерде 1 қосылған 2y деген ортақ көбейгішіміз пайда болды. Демек, 1 қосылған 2y-ті ортақ көбейгіш ретінде жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз. Екінші жақшаның ішінде бірінші өрнегімізден 0,6b қалды. Екінші өрнегімізден минус 3,5x қалды. Мінекей осылайша біз берілген өрнекті көбейгіштерге жіктеп алдық. Енді А тобына байланысты қарастырылатын ең соңғы есебіміз. Бұл жерде де топтау тәсілін қолданып көбейгіштерге жіктеу қажетпіз. Ол үшін ең алдымен бірінші мына бір өрнегімізді бірінші топ ретінде қарастырамыз. Екінші тұрған өрнегімізді екінші топ ретінде қарастырайық. Бірінші топтың ішінде ортақ көбейгішті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, AX деген бөлшектің алдындағы өрнектер екеуіне де ортақ болып отыр. Сол себепті AX A бөлімінде 9-ды ортақ көбейгіш ретінде шығара аламыз. Сол кезде
Бірінші өрнегіміздің құрамында тек қана b ғана қалды. Өйткені b-ны ax-ға көбейтсек, abx шығады. Бөлімде 9 көбейтіліп тұр. Ал екінші өрнегіміздің ішінен, яғни c(ax) бөлінген 27-ның бөлшектің алымында c қалды. Өйткені ax-ті жақтан сыртына шығарып жібердік. Ал бөлімінде 3 бар. 3-ті жақтан сыртына 9-ға көбейтсек, 27 шығады. Келесі топтан енді жақтан сыртына минус 3-ті шығарып көрейік. Олай болса, минус 3b-ның орнында тек қана b қалды. Өйткені b-ны минус 3-ке көбейтетін болсақ, минус 3b шығады. Ал минус c-ның орнында плюс c бөлінген 3 қалды деп жазаламыз. Өйткені c бөлінген 3-ті жақтан сыртына 3-ке көбейтетін болсақ, минус 3-ке. Мұндағы 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сол кезде минус c деген өрнегіміз қайтып шығады. Мінекей екеуінде құрамында ортақ көбейгіштер бар. Демек, оны біз жақтан сыртына ортақ көбейгіш ретінде шығаратын болсақ, бірінші өрнегіміздің құрамында ax бөлінген 9 қалды. Екінші өрнегіміздің орнында минус 3 деген санымыз қалды. Бұларды көбейтіп ашатын болсақ, бастапқы өрнек келіп шығады. Мінекей осылайша біз берілген өрнекті топтарға жинақтап, көбейгіштерге жіктеп алдық. Осы мысалдардың негізінде енді қалған есептерді өздеріңіз қарастырыңыздар.